Ай жарықтық, мына шевролеттердің де қыстырылыспайтын жері жоқ қой. Кобальт қыстырылысып жүретін еді әрбір жерде. Нексиялар да қыстырылысып жүр ғой әрбір жерде. Мінекей қазір көріп кетейік енді бұны да. Нексия, шевролет Нексияны да. Қарайық ал. 2022 жылғы дейді. 1.5 объемы автомат дейді. 34 мың жүрілген. Бағасы қайда? Бағасы 6 миллион 200 мың дейді. Сонда новый қанша бұның? Новый қанша бұның? Новый қанша екен білмеймін дейді. Ал, осылай. Мына эстима көріп кетейік. Не деп тұрғанын. Рөлі оң жағында екен. Нөмірі армян. Көрейік, армян нөмірі эстима не деп тұрған. 3 дейді объемы. Газбен жүреді 6 миллион деп тұр. Ал, мына 6 миллион деп тұр. Рөлі оң жағында. Нөмірі армян. Ал, бұны тағы да манағы Альфредпен салыстырып көріңіздер. Сонда қалай болады? Осы эстима. Lexuspен танысып кетейік те. Lexus не деп тұрған. Lexus не деп тұр? Lexus 18 миллион 500 мың деп тұр. 2016 жылға. Объем 3.5 автомат дейді. Lexus ES 350 дейді ол. Ал, жағдай болса Lexustың. Өкей. Кетейін сыртынан. Мерседес. Көріп кетейік бұл Мерседесті. Шекшиіп тұр екен жалтырап. Бұның сыртын біліп алайық, көріп алайық. Жағдайын қандай екен. Жалтырап тұрған. Ал қазір бағасын береміз енді. S350 дейді. 2010 жылғы. Объем 3.5 автомат дейді. 11 миллион 900 мың теңге. 141 мың жүрілген задний привод. Осы Мерседестің жағдайы. Мынау Альфредтің айналасында адамдар үймелеп саудаласып жатыр ғой. Көрейікші. Не ерекшелігі бар екен, не деп тұрған. Без пробега дейді. Без пробега Россияда, Қазақстанда жүрілмеген дейді. Бәсе, ойыма деп қалдым. 7 миллион 700 мың. Саудасы бар дейді, 7 миллион 700 мың дейді. Мына жылға жылға екен, жылын сұраған жоқсыз ба? Так, мінекей. Салоны мынандай 7 миллион 700 мың дейді. Алдында неден түсіріп жүрген елерімізден арзан ғой. 13 миллион сұрап тұр, 15 миллион сұрап тұр. Мінекей салоны. Оң жағында екен рөлі. Қазір жылын сұраймыз, үш жерде есі болса. Мынау қай жылғы мынау? Альфред қай жылғы? 2006 дейді. 7 миллион 700 сұрап тұр. Саудасы бар болар да? Түсіретін. 2006 жылғы. Осы бұл Альфред. Ал, саудаласып көріңіздер. Телефон қайталап көрсетіп жіберейін. Альфредтің. Осы. Қасында қара түсті Альфред тұр. Жаңа ақ түсті мынау. Бұлында рөлі оң жағында. 2007 жылғы сұрғышын адам дейді. 6 миллион 700 мың. Неке телефон нөмірі жазылып тұр. Бірақ нөмірі армян екен, е? Неке. Ішін көрсетіп жіберейін салон. Салоны жағдайы осы. Бұнда рөлі оң жағында екен. Альфредтар. Алдында Альфредтар қарағанда бүгін Альфредтардың бағасы түскен ғой. Volkswagen Multivan дейді, минивэн. Көріп шығайық. Не деп тұрған, қазір салон ашық болса. Бірден салон көрейік, ол ашық екен. Салон іші осындай. Так, неше адамдық? Көрейік, ассалаумалейкум. Неше адамдық? 7 адамдық. Автомат дейді. Қазір сыртын көріп алайық. Сосын бағасын танысамыз. Мінекей. Осындай бұл мультиванның жағдайы. Алдынан артынан деген сияқты. Бұнда көрсетіп жайын. Алыстан көрсетейін. Қазір бағасын жылын көрейік. 8 миллион теңге 2008 жылғы телефон нөмір жазылып тұр. Жағдайы осы. Сиена деген көріп өтейік. Сиена не деп тұрған. Сиена көп кездеседі осы. Минивэн сұраған көрермендерге. Так, сыртқы жағдайы осы. Қазір артын көрсетейік. Мінекей осындай Сиенан алдын артын жағын бәрін көрсетіп жатқаным ғой. Қазір қарайықшы бағасын қанша деп тұрған. 15 миллион 500 мың дейді Toyota Siena'ның 2018 жылғы. Объемы 3.5 коробкасы автомат дейді. 135 мың жүрілген екен. Салоны кожа дейді, телефон нөмір жазылып тұр. Ал Siena осы. Так, Toyota Siena. Шекшиіп тұр жалтырап. Көріп шығайық.
не деп тұрғанын. Так, алдардың жанын бәрін көріп алайық. Сосын барып көстермеке қасында тағы да тұр. Минивэн, қазір оны да көреміз. Не деп тұрған. Так, мына Сиена. Не, жағдайы осы. Рулі сол жағында. Так, жағдайы жаман емес. Жақсы, есік жабық тұр екен. Бағасын көрейік. 14 миллион 950 мың теңге. 2012 жылға. Так, мотор 3.5 дейді. Телефон нөмір жазылып тұр. Так, енді қараңыздар. Манағы екі Альфредпен салыстырып көріңіздер. Альфредтің бағасы құлаған ба, құлаған емес пе? Сонда білесіздер да, мына бағамен салыстырғанда. Қасында тағы адамды минивэн тұр. Қазір көреміз сонда. Бұл да Сиена 2019 жылға. Бағасы 19 миллион 950 мың дейді. Ал, оны етесіздер. Мотор 3.5 дейді. Ал, салыстыра беріңіздер, мана Альфредпен бағасы қалай екен. Енді өтіп кетпей тұрғанда тез қалаласып сол Альфредті алып алсаңыздар болады. Альфред іздеп жүрген адамдар. Не, Сиена осындай. Мына Ларгусты да көріп кетейік. Бұлар да енді минивэнге жетеді ғой, 7 адамдық па? Ларгус 7 адамдық қой да? 7 адамдық. Мінекей, бұл Ларгустың бағасын көрейік енді. Жылы 2022 екен. 8 миллион 500 мың теңге дейді. Так, алды, хороший му деген ал деген ол. Не содасы бар дейді, жақсылап жүрім деп тұр ғой. 26 500 жүрілген бензин екен. Жақсылап жүрім дейді ал, 8 миллион жарымнан. Бұл Ларгусты. Бүгін базарда минивэндер аз екен. Тойоталарды қосып жіберейін, Камриларды. Бұлардың да бағасын біліп отырыңыздар. Бұл 15 миллион 500 мың дейді. Камри 70 европейц дейді. Так, варианты обмен бар дейді осы. 17 миллионға дей ма? 2019 жылға 102 мың жүрілген. Объемы 2.5. Родной краска дейді. Телефон нөмір жазылып тұр. Бұл Камридің жағдайы мінекей, сыртына қарағанда көріп тұр. Осы қасында Mitsubishi тұр. Көріп кетейік бұнда не деп тұрған. Сыртын бір көріп алайықшы. Сыртын бір көріп алайық та, сосын қазір бағасын айтып жіберемін. Мінекей, қазір бағасын таныстырам. 11 миллион 900 мың дейді. 2020 жылға объем 2 дейді. Ал осы передний привод деп тұр. Алдыңғы жетек яғни. Мына Hyundai'да ерекше болып тұр екен, е? Көріп кетейікші, кәдімгідей. Жақсы машина, е бұл. Бірақ енді әрине Камриларға жетпейді ғой. Кеше комментария жазып жіберді бір ағамыз. Ай, ана машиналардың ішінен Камридан көр, Hyundai'лардан көр. Не жақсы ғой деп. Камри жақсы ғой деп. Әрине Камри жақсы. Бірақ мынандай әдемі екен. Так. 20 жылғы дейді. 12 ай дейді. 12 ай. 20 жылғының 10 512 жүрілген екен. 16 миллион 500 мың теңге дейді. Осындай бұл Hyundai'дің бағасы.